Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымында түсіңізде баспалдақ немесе саты көрсеңіз қалай жорылады? Ең алдымен каналыма подписация жасап, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Түсіңізде сатыны көру, алға басу, қуатыңыз бен білігіңіз іскерлік ортада жоғары лауазымдарды иеленуге көмектеседі. Сатыны көру шексіз бақыт пен қуанышты білдіреді. Баспалдақтан құлау саудагер үшін бос күш салу, сәтсіздікті білдіреді. Ал шаруа адам үшін құрғақшылықты білдіреді. Сынған баспалдақ көрсеңіз, барлық істегі толық күйреуді білдіреді. Түрмеден не қамаудан саты арқылап шығу, қауіпті амалдардың көп боларына қарамастан табысқа жетесіз. Баспалдақпен көтерілу кезінде басыңыздың айналуы сізге көрсетілген жаңа құрметті, байсалды қабылдай алмайсыз. Билік лауазымға қол жеткізгеннен кейін еркелеп, қалағаныңызды істей бастайсыз. Егер түсінде әйел саты басында жігітті, ал жігіт әйелді көретін болса, бұл түсті көрген адам шынайы өмірде жүрегінің кімге ғашық екенін біледі, бірақ онымен жақынырақ болуға батылы жетпейді. Баспалдақтан жылдам түсетін болсаңыз, серігіңізге немесе оның орнына үміткер адамға өте талапшылсыз, сондықтан махаббатта қиындықтарға кезігіп отырасыз. Сатыдан құлау 100% сенген адамыңыздан қатты көңіліңіз қалады. Достар, осыменен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса, лайк басып, каналыма подписация жасауды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.